ақуызға бай таңғы ас жасайтын боламыз. Өте дәмді, жасап көріңіздер. Қыздар, ақуызға бай өте дәмді лепешка пісіретін боламыз. Ішінде ешқандай ұн қосылмаған. Бұл жерде творог, жұмыртқа және шым тұз, гималай тұзы менде және 70 грамм сыр теркадан өткізіп қойдым. Қазір араластырып дайындаймыз. Барлығын араластырып алдым. Осындай болады. Енді осыны 2-ге немесе 4-ге бөліп лепешка жасап пеште пісіріп аламыз. 4-ге бөліп алдық. Бағана жасаған бәрі кетті. Енді осыны как лепешка сияқты жасаймыз. Бұлайнан. Төртеуін лепешка шықтық. Енді бетіне осындай дәндер бар. Соны сеуіп шығасыздар. Менде күнжіт 2 түрлі. Тыквенный семечки болады, асқабақ дәндері. Мінекей барлығы дайын болды. Енді духовкаға салам 15 минутқа 180 градус. Жұқалығы осындай болады. Асты осындай. Творожный сыр осындай. Қазір осыны лепешкаға жағамыз. Жабамыз. Қараңыздар, осындай өте дәмді таңғы ақуызға бай таңғы ас дайын болады. Дәмі өте керемет. Бұл жерде ұн жоқ.